Ертеде. Кемпір маған башақ пішіп пенесі. Сен пішіле ончық қой. Эй, кемпір-ай. Қойманың төбін қа. Ұнтабы қат. Суытқалы қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ терезе алдына үйдің іргесіне домалап түседі. Іргеден көгал үстіне домалайды. Көгалдан жылжып жолға жетеді. Одан ары жолмен зырлай жөнеледі. Бауырсақ жолда зымырап бара жатса, қарсы алдынан қоян шыға келеді. Бауырсақ, мен жеп қоямын. Атымдан қаптым, мен әжеден қаптым. Енді сенден қасам. Бауырсақ жалғыз аяқ жолмен келе жатса, оның алдынан қасқыр шығып келіп: Так, бауырсақ, мен сені жеймін. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем. Атадан қаптым, мен әжеден қаптым. Енді сен қоянда қаптым. Енді сен де қасқыр қасам. Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса, оған аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем. Атадан қаптым, мен әжеден қаптым. Енді қояндан қаптым. Қасқырдан қаптым. Енді сенден аю қасам. Осылай бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі. Алдынан түлкі шығады. Сәлем, бауырсақ, мен сені жеймін. Сен мені жеме, мен саған өлең айттым. Мен атадан қаптым, мен әжеден қаптым. Қояндан қаптым, аюдан қаптым. Қасқырдан қаптым. Бауырсақ мақтағанға мәз болып үйіне қайтады. Бауырсақтың келгеніне ата мен әже қатты қуанады. Ертегі бұл ертегі, ғажап сырлар шертеді деп ертегіміз соңына да жетіпті.